Ассалаумағалейкум. Кешегі 15 000 теңге төлеп алған сеансымнан алған ақпарат мінекей сіздерге тегін берем, соңына дейін көріңіздер. Алдында арқам ауырып, мына белім ауырғап, кастаправқа барғам. Ол кісі мінекей 15 000 төлеп істеттім, және де маған мындай ақпарат айтты. 3 упражнение істейсің деді. Сол 3 упражнение істеп жүрсең, белің ауырмайды, арқаң ауырмайды деді. Біріншісін көрсетем мінекей. Жаралы сезімдегідей мінекей аласыздар. Саусақтарыңызбен стенаға қоясыздар. Осылай. Сосын мінекей осылай отжимания істейсіздер. Жаралы сезімдегі сияқты 5 минут істейсіз. 5 минут істейсіз. Күніне 5 рет. Сосын екінші жаттығу. Ол мына бірінші жаттығу мына арқа жақта қан жүгіртуге арналған болса, қолға, сөйтіп арқаға. Екінші жаттығу аяққа, балтырларға нагрузка түсіру керек былай. Осылай істейсің, жаңағы балтырыңа нагрузка түсіресің осылай. Қай кезде, кез келген уақытта осылай тұра бересің, болды. Сосын үшінші жаттығу, ол өзіме ұнады, мына жаттығулар білмеймін. Мына балтыр аяқтан барып, омыртқаға қанын барып, жақсы болады дейді. Сосын мінекей үшінші жаттығу, ол мындай белдей бір жерден ұсталынасың бір, мысалы мындай жіпке, и осылай ұсталынып тұрып былай приседания жасайсың. Немесе мындай бір неге немесе мынандай бір заборға былай ұсталынасың да, осылай тартылып тұрып міндетті түрде приседания жасайсың. Сол кезде мына омыртқалар ашылады кішкене. Или турник қашылып тұру керек, білмеймін. Маған айтқаны осы. Мен сіздерге тегін айтып тұрмын. Ал маған бұны мен 15 000 төледім. Содан кейін айтқан ақпарат қой. Ал жақсы тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Рахмет.